Бұл күнде адам баласына асатынан төнетін қауіп-қатер аз ба? Біреу оттан, біреу оқтан, енді біреулер соттан қорқады. Аттап бассаң жол апаты. Үйреншікті ұрғары тұрыпты ғой. Бұрын көз көрім, құлақ естімеген діни экстремизм, лаңкес дейтіні тағы бар. Енді бір білгіштер ғаламдану, жаһандану деген тажалдар келе жатыр. Солардың өңешіне түсіп кетпейік, Құдай содан сақтасын деп жалбарынады. Олардың сөзіне сенсең, заман охранеңне тақап тұрған секілді. Ал біздің бабағұмар ақсақал осы қашыртқы сөздердің бірде-біріне мәу деп айылын жиған емес. Соның бәр жай даңғаза дақпырт секілді. Көз алдына ештеңе елестемейді. Ал тіпті сондай қауіп-қатер ел басына төнгеннің өзінде одан шошитын ештеңе жоқ. Көппен көрген ұлы той. Бүгінде жасы 70-ке толған бабағұмардың бір ғана жауабы бар. Ол басқа емес. Ол баса көктеп келіп қалған кәрілік. Жұрт оның дауасы жоқ дерт дейді екен. Уақыт өткен сайын әл қуатыңды азайтып, қол аяғыңа тұсау салып, әр алуан ауру сырқауды да өзімен бірге алып келіп, адамды жекелеп апарып шығатын көрінеді. Міне, күрескіш болсаң осы кәрілікке қарсы күрес. Бабағұмар кәрілік туралы ертеде өткен даналар не айтты екен деп, соңғы уақытта біраз кітаптарды да сүзіп шықты. Қазақта 90-ға келген, тіпті 100 жасаған кәрілер де аз болмапты. Бір қызығы солардың ешқайсысы кәрілік жайында бір ауыз жылы сөз айтпаған екен. 90 деген тор екен, бірегі қазып қойған ор екен, ел қонбайтын шөл екен, келмей тұғын немекен депті бұқар жау. 90 жыл жасағанына қуанбайды, жаны күйіп өкінеді. Жасы 90-ға толған соң хан ордасымен қоштасып, өз еліне келіп, тыным алған екен жарықтық. Ал өзінің 95-ке келген жасын 2:40-1:15-тен асып тұрмын, аяқты апыл-тапыл басып тұрмын деп, жұмбақтаған айталақ бен айтты екен. Бұл туралы, бұл кісі де кәрілікті жақсатамайды. Керек десеңіз кәрілікке өлерде өш. Әрі би, әрі ақын, ақтайлақ, 80 жас аузымдағы тісімді алды, бір-бірлеп бойымдағы күшімді алды. Жарыммен Құдай қосқан енші айырып, сүйектей арулаған бөлек салды депті. Бақиғаттанардан 15 жыл бұрын, жасында өзі сері және аса көрікті болған ұлы би ең алдымен кәріліктің қас қылғандай адамның көркін, сиқын бұзатын кешірмейді. Аузымдағы сөзді алды, маңайдағы көзді алды, бұтымдағы безді алды деп кәрілікті кәдімгі тонаушы ретінде айыптайды. Егер сол үшін үкім шығар десе, қара қылды қақ жарған қатал би кәрілікке ердің құнын кесіп қана қоймай, дарға тартатын түрі бар. Ал 18 ғасырда өмір сүрген шалақын не айтқан дейсіз ғой? Ол кісі, бұл 80 қойдау мені қалжыратып, қайтып өлең айтамын алжып жатып, 80 түгіл 90-ға бой бермесем, ұсақ турап ет берсе балбыратып деп, кәрілік пен кедейшіліктің қосарланғанын айтып шағымданады. Демек кәріліктің бір ем жақсы күтім, жайлы көлік, жылы жұмсақ ас болғаны ғой. Айтты айтпады, өзі аш-аламен отырған жоқ. Жетік адамға кәрілік келіп қабаттасса, істің құрдымға бет алған емес пе? Ал осы кәрілік пен адамның өмір жасы туралы ұлы абай не айтты екен? Ұлы ұстаз жасы 60-қа келмей тұрбақ өмірден түңіледі. Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда. Немесе келдік қой талай жерге енді, қалдық көрге енді деген өлең жолдар сол сөздің айқын дәлелі. Абайдың тірліктен безінген сонша, жайнаған туың жығылмай, жалын жүрек суынбай, жақсы өліпсің япырмай деген өмірден ерте қайтқан інісі Оспанның өліміне қызғады. Демек ілім білімге жетік, не ішем, не кием демейтін Шонжардың баласы Абай да өмір сүру оңай болмағаны ғой. Бірақ өткен даналардың шегелеп айтып, кеткен қасиетіне қарамай адамзат баласы, әсіресе біздің қазақ, ұзақ жасауға неге құмар? Кейінгі жастарға ақ сақалды, сары тісті бол, жасың ұзақ болсын деп бата беретін несі? Әлде бұл адам пендесінің жарық дүниені қиып кету оңай емес. Сондықтан ұзақ өмір сүріп, тіршіліктің ащысы мен тұщысына әбден тойып, бұл дүниеде қимайтын ештеңе қалмаған кезде жер қойнына қуана-қуана кірсін деген мекен. Иә, солай болуы да бек мүмкін. Қалай болған күнде де адамға бір-ақ рет берілетін жарық дүниеден артық не бар дейсің? Ал сонда бабағұмар секілді 70-ке қадам басқан қарттарға не істеу керек? Кәріліктің кісі қызығатын ештеңесі жоқ екен деп тірлікті тоқтату керек пе? Не болмаса, Алланың бұйыртқан несібесінен ақырына дейін пайдаланған жөн бе? Егер бабағұмар бұл тіршілікке алаң болмай, төргейде төредей болып жатам десе, оған шарты толып тұр. Шүкір бәйбішесі Күмісай екеуі қатардан қалмай 10 бала тәрбиелеп өсіріпті. 6 ұл 4 қыз. Қазір ұлдары ұяда, қыздары қияда. Бәрі де өз алдында отау тігіп, қанаттанып кетті. Бірлі жары болмаса шетінен жоғары білімді. Құдауанда сол балалар кімге тартты екен? Бәрі де оқуға алғыр зерек болды әйтеуір. Бірнешеуі мектепті алтын медальмен бітіріп, жоғары оқу орнына өз күштерімен түсті.
Ал балы жетпегендеріне ақшасын аямай ақысын төлеп оқытты. Бабағұмар ұзақ жыл аудандық тұтынушылар одағында шикізат дайындайтын агент болды ғой. Обалы кәнекей, табысы жаман болған жоқ. Бала шағасын бағуға да оқытуға да молынан жетіп тұрды. Қазір бұл маңайда ешкімде жоқ. Ауласы ат шаптырым кең қоражайда, бір кезде жүн мен тері, маялаған зәулім склад қоймада, сол кең құлашты тірліктің арқасы. Аллаға шүкір, балалары сол еңбегін ақтап бұл күнде жақсы қызметте жүр. Үлкен ұл Астанада министрдің орынбасары, екінші облыста полиция бастығы, үшінші ұл Алматыда дербес сауда орталығы бар ірі бизнесмен. Осылай кете береді. Қолындағы кенжесінің өз осы ауылдың әкімі, ал қыздар жағы оқу ағарту саласында. Ең өле жатқан мектеп мүдірі, ғылыми мүдірі, пән мұғалімдері. Ал осыншама баланы тәрбиелеп шығарған Бабағұмар осы ауылдың бетке ұстар ақсақалы. Алайда балалардың беделін пайдаланып, ас пен тойда төрде отырғанына мәз болатын шалың Бабағұмар емес. Әркімнің өз тірлігі өзінде. Бұған енді бұдан былайғы өмірін мүмкіндігінше көңілді өткізу керек. Ең бастысы күрт қартайып кетпеу, ал қартаймау бойындағы жастық қуатыңды сақтау деген сөз. Жасым ұлғайды екен деп кәрілікке бірден қол көтеріп бағына салмау. Бұл жағынан ауылдағы өзі қатарлы біраз қарттар бұған серік бола алмайды. Бұл ауылда жөн түзу қартты қалмапта өзі. Бір-екеуі балаларының қолдауымен қажыға барып келді. Қалғандары да өңкей бірі ақ кепеш киген бірадарлар. Ұры қартайса сопы болады дегендей бір кездегі ұрығары маскүнемге дейін Құдай жолын ұстап таспих тартып жүр. Айтатындар ылғи ана дүниенің әңгімесі, ауыздарынан еңсе көтеретін бір көңілді сөз шықпайды-ау. Сондықтан Бабағұмар ауылдағы шалдармен көп араласпайды. Адамға ештеңе бермейтін бос мылжынан гөрі қолы боста кітап оқығанды қолай көреді. Сауда саласында істегеннің бір пайдасы түбі балалардың оқуына қажет болар деп бұл кезінде кітапты көп жинаған. Қазір өзіне таптырмас ермек болды. Бір кезде оқуға қолы тимеген кітаптарды енді оқып жүр. Содан кейін күйттейтіні өзінің күтімі. Ұсақ тура бет берсе балбыратып дейтін шал ақынның арманы көкейінде. Апты аралатып бір бағанаға бата жасап отырады. Негізгі сусыны қымыз. Екі бие байлайтын оразай шал күніне бір торсық қымызын осы үйге құйып тұрады. Содан кейінгі бір ермегі бір уақыт атқа мініп сейілдеу. Құдай жаяу қалғаннан сақтасын. Атқа мінуден қалдым дегенше бәрі бітті дей бер. Осының бәрі Бабағұмардың ойынша кәрілікті тежеп, адам өмірін ұзартатын дәрілер. Бұлардан басқа бойыңды қорғасындай, балықты алып сек тамырыңды идіретін тағы да бір дәрі бар. Енді әңгіме сол туралы. Жалпы Бабағұмардың таяудағы 5-10 жылда жығыла кететін ойы жоқ. Әлде өзіне сенімді, күш қуаты мығым. Әсілі бұлардың әулетінде жүз жасаған кісілер көп болған. 18 ғасырда өмір сүрген Жолымбет деген атасы 136 жасқа келіпті. Жолымбет биден 7 ұл тараған. Кейін 7 Жолымбет аталған солардың ұрпағы бұл күнде Ақсуат халқының қақ жарымын құрайды. Жолымбет би 130 жасқа келгенде жасы 100-ден асқан тұңғыш ұлы Қыдыр алжыңқырап отырса керек. Сонда әлде ақыл-естен танбаған дана би бұл қарғам не көрмеді? Ылғи да желдің өті жаудың бетінде жүрді ғой. Бұл құлынымның шаршайтын уақыты болды деп баласының маңдайынан сипаған екен. Жолымбет би Ақтабан шұбырынды кезінде елмен бірге Арқаға барып, сол жақта қайтыс болған. Зираты Ақмола маңындағы Жолымбет бекетінде жақын жерде. Кезінде 1,5 ғасырға жуық өмір сүрген сол Жолымбеттің тұқымы ғой бұл Бабағұмар. Отағасының сәскелік қымызға қанып алған соң бір уақыт атқа мініп сейілдейтінін жоғарыда айтқанбыз. Осының бәрін ретке келтіріп, басқарып отыратын Күмісай бәйбіше, омырауынан 10 бала өргізген алтын алқалы батырана. Бабағұмардың өзінен бірақ жас кіші, ата жолдас қугәрі, кезінде аса ажарлы сұлу әйелдердің бірі еді. Амал не, балалардың әуресімен бұл да қартайды ғой. Дегенмен ұл қыздары осы Күмісайға тартқан. Бәрі де келбетті ажарлы, ұлдары көкжал бөрідей, қыздары қызыл түлкідей. Бір сөзбен айтқанда бұл отбасының тірлігі еш уайым қайғысыз, былайғы жұрт қызға қарайтындай тату-тәтті жүріп жатқан. Тек ойда жоқта құйындай соғып өткен бір жағдай бұл шаңырақты шайқалта жаздады. Тәйірі алақандай ауылда жасырын сыр жата ма? Көп ұзамай ауыл әйелдер арасында сыпсың сөз тарады. Сөйтсек, Бабағұмар күн сайын атқа мініп, қырға шыққанда жай ғана сейілдемейді екен. Жоғарғы сай аузындағы сиыр базында жалғыз үй отырған жесір келіншек Қырмызының үйіне барып тұратын көрінеді. Басында бұл сөз ауылдың табын сиырының бағатын бақташы шалдан өрбіген екен. Көп ұзамай ауыл үйді аралап кетті. Басында бұл хабарды мектепте мұғалім боп істейтін осы үйдегі кіші келін естіген екен.
Ол бір жаңалықты сұмдықтай қабылдап, үйдегі енесіне жеткізгенше асықты. Бір ғажабы Күмісай бәйбіше бұл хабарға бәлендей таңданған жоқ. Сондай-ақ бұл сөздің жай өсек емес, шын нәрсе екеніне де күмән келтірмеді. Қайсыбір әйелдерше от алып, қамысқа түсіп, сырда шашпады. Жә болды, жұрттың өсегіне ілесіп, соны бірге шайып жүрсіңдер ме? 70-тегі шалға кім дайын тұрады дейсің деп, келінін басып тастады. Қырмызы оның жақын келіні, анда-санда туысына барып, хал жағдайын білгенде не тұр. Ал Күмісайдың ішкі ойы мүлде басқа бағытта жүріп жатыр еді. Осындай бір жаңалықты ол көптен күтіп жүретін. Өйткені шалының сыры өзіне мәлім. Оның күн сайын атқа мініп, үйге тоқтамай қоюында да бір мән бар деп білетін. Бабағұмардың осал жері әйел. Не сыры бар екен? Осы күнге дейін күш қуаты қайтқан жоқ оның. Қашан көрсең 5 тайғырдай жер тарпып тұрғаны. Ал Күмісайдың өз бас төсектен қалғалы қашан. Соңғы жылдары күйеуіне алда разы болсын айтып, қасына жолатуды қойған. Тіпті соңғы бір жол түс шайысып қалатын болған соң, айналайын, саған екі дүниеде мен разы, Құдай разы. Одан кейін мен әурелеуші болмашы. Күшің тасып бара жатса жастау біреуді тауып ал деп, бір жола рұқсатын да беріп еді. Демек Бабағұмар бекер қарап жүрмеген болды ғой. Дегенмен сол шалдың талғамы бар. Қармақты басқа біреуге емес, еркектердің көз құрты болған Қырмызыға салғанын көрмейсің бе? Әлі 30-ға да келе қоймаған жап-жас келіншекті қалай айналдырып алды екен? Егер күйеуі өзінің тырнағына да тұрмайтын қайдағы бір салпетекке ұрынса, Күмісай қатты қорланар еді. Ал Қырмызыдай қылықтыға бәрінде қиюға болатын сияқты. Мейлі, қамшының сабындай қысқа ғұмыр ғой. Солақ қартайғанда құмардан шықсыншы. Өзінен қалған, өзі тояттап болған сарқытты Қырмызыдан аяй ма? Тек сыпсың сөз жұртқа жайылып кетіп қызметтегі балаларға кесір тимесе болғаны. Әсілі Бабағұмар серілік жігітшілік жағынан бұрында құралахан емес. Ер азығы мен бөр азығы жолда дегендей, екі көз сүзген әйелдің мәселесін қайтару ер жігітке жараспайды деп қарайтын. Жас кезінде көрікті болды, ақшалы болды. Қай заманда болсын, күлшелі бала сүйемелі. Айтпақшы Бабағұмардың домбыраға қосылып, ептеп ән айтатыны бар. Ауыл аралап жүргенде кәнекей сонымен шыққан мүйіз, қасында сұлулардың көп жантайдық деп, бір жанның жамбас сипарын жиі айтатын. Ал өзі әйелі Күмісай болса үнемі тоқшылықта, бейшара жылдарда ауыр аяқты болып, аузы мұрнынан шығып отырғаны. Сұлуды сүймелік пайғамбар сүннеті де бола абай, соған қарағанда жастық шақта ойнап күлу күнәға жатпайтын болуы керек. Ал Бабағұмырдың Қырмызымен ұштарасқаны соңғы бірер жылдың айналасы. Осының алдында ғана жол апатынан қаза болған келіншектің күйеуі бұған аталас ағайын болатын. Бастабында кішкентай қызмен жесір қалған әйелдің хал жағдайын сұрап, тұрмыстық жағынан көмектесіп дегендей ара-тұра барып тұрды. Бұрын фермада сауыншы болып істеген Қырмызы шаруашылық тараған соң мүлде кәсіпсіз қалған. Орталыққа екі сиырдың сүтін өткізіп, Ілдабаймен күн көріп отырған. Бертін келе Бабағұмардың сиыр базына соғуы жиіледі. Ол келістің астарында не жатқанын Қырмызы да сезіп жүрді. Әрине, еркектің бойындағы қабындағы күш қуаты бір жылдан аса жесір отырған ту байталдай күйлі келіншектің сезінбеу әсте мүмкін емес еді. Олай дейтініміз, Қырмызы да өзіне сенімді болатын. Әлде ажар таймаған, нұрлы дидар жастықсыны бұзылмаған сұлу мүсін, зипа бой әлгі романдарда айтылатын қаз омырау қыпша бел бәрі де Қырмызының бойында еді. Маған сұқтанбай көр, сүймей көр дейтіндей. Ал осыған енді 70-тегі қарттың көзімен қарап көр. Бұл жағынан тәжірибесі мол Бабағұмар міне бұрын қолға түспей келген хаса сұлу осы деген алғаш көрген сәтте ақ. Ендігі қалған өмірді осы әйелмен өткізсем арманым жоқ. Әу бәке, өзің бір ауылдың жә деген ақсақалысың. Бала шаға болса анау, бүйтіп жас жігітше желіккенің өзіңе жараса ма деген бір ішкі дауыс. Бабағұмардың оған қайтарған жауабы қысқа болды. Атақ пен абыройды осындағы ақ кепеш киген құрдастарыма қалдырдым. Тәйірі, сол айтқаныңның бәрі сұлудың құшағында бір сәт балқығанға жете ме? Қысқасы, менің өмір сүргім келеді. Бабағұмар мен Қырмызы бір-біріне көп сөз айтып та әуре болған жоқ. Егер жаттанды жылтыр сөзге айналасы бойдағы буырқынған бұла сезімнің құты қашар ма еді, қайтер еді? Екеуі сөзбен емес, көзбен, елжіреген емеуірінен ғана түсініскен. Тіл дәрменсіз тұла бойың тұтқын, қол аяқ жіпсіз байланған. Аға, мұнымыз ел жұрттан ят болмай ма деген Қырмызы. Екеуі алғаш оңаша қалғанда киімдерін асық сыпырып жатып, не сұят? Қазақ ғұмырмен алғанда сен менің әмеңгерімсің. Әйел ерден кетсе де елден кетпейді. Айтпақшы солай екен-ау дегендей
Осы сөз келіншектің көңілін мүлде орнықтырып тастады. Көп ұзамай алғашқы ұят Иваның орнын ашқарақ құштарлық басқан. Баба Құмар алдын ала мөлшерленгендей қырмызы, от құшақты нағыз құймыр әйелдің өзі болып шықты. Еркек көрмеген бедеу айлардың қарынтасын бүгін бір қайтарды-ау. Аға, қандай қайраттысыз өзіңіз, деді. Қырмызы таңданысын жасырмай. Жастардың өзі сізге ілесе алмас. Бәрі көңілге байланысты, деді Баба Құмар, келіншекті қайтадан бауырына тартып. Мен саған ғашықпын ғой, сен соған сенесің бе? Бәлкім солай шығар, деді Қырмызы, әлі де алғашқы әсерден айыға алмай. Сізді жолықтырған мен қандай бақытты әйелмін. Тек мені жол ортада тастап кетіп жүрмейсіз бе? Екеумізді енді өлім ғана айырар, деді. Баба Құмар үлбіреген ақтамақтан түшіркене өбіп жатып. Сөйтіп бұлардың арасында кәдімгі ғашықтардай тұрақты байланыс орнаған. Баба Құмар 2-3 күн сайын сиыр базына соғып тұрады. Мінген атын жабық қораға енгізіп, жас жесірмен тар төсекте емін еркін айқасады. Тал бойында бір міні жоқ сүліктей сұлу дене Баба Құмарды оттай шарпып қорғасындай балқытады. Бетіндегі бір меңіне Бұхара мен Самарқандты бере салар едім деп, Хафиз ақын сұлуларды неге сонша әспеттеді дейсіз? Баба Құмар да жиған терген бар байлығын осынау ләззатты минуттар үшін құрбан етуге бар еді. Өзінің қазіргі халіне Қырмызы дән риза. Күн өткен сайын құлпырып, бұрынғысынан да сұлуланып барады өзі. Мінезі ашық, Баба Құмарға балаша еркелейді. Қандай қызға, деді. Бір күні қайнағаның бауырына ене түсіп. Сіз 70-те, мен 30-дамын. Екеуін қосса 100 жас болады екен. 100 жасау деген осы емес пе? Менің 70-імді сен өзіңе қосып ал, деді. Баба Құмар, сонда 100 жаста болып шыға келесің. Жоқ, менің 30-ымды сіз қосып алыңыз. Сіз 100 жасауға әбден лайықтысыз, деді келіншек. Баба Құмардың дөңгелете қиған, енді ғана бурылдана бастаған сақал мұртын аялай аймалап. Неге олай дейсің? Сіз сондай сұлусыз, деді Қырмызы, жас балаша шолжаңдай тіл қатып. Тұла бойыңызда артық ет жоқ. Қалай сақтағансыз өзіңізді? Сен үшін сақтағам. Енді менің бойымдағы өзің ұнатқан нәрсенің бәрі сенікі. Ешкімнің таласы жоқ. Ал бәйбішеңізше? Ол тояттап болған, айналасында 10 бала өріп жүр. Солар жетпей ме? Бәйбіше де сізді өлердей сүйген ау шамасы. Оны қайдан білдің? Сізді сүймесе, азаптанып 10 бала таба ма? Күмісай сұлу ғана емес, өте ақылды әйел болды. Осындай күндердің бірінде қолдарындағы кенже ұлдың жасы 35-ке толып, соғын туған күніне осы аудандағы ұл мен қыз түгел жиналған. Тек Астанадағы Алматы мен Өскемендегі үлкен ұлдар ғана келе алмады. Әкелер туралы хабарды бәрі дерлік естіп алыпты. Кешкі дастарханға отырмас бұрын әкелерінің үйде жоқтығын пайдаланып, Баба Құмар бүгінде атына мініп сиыр базына кеткен. Бәрі бір бөлмеге жиналып кеңес құрды. Бөрік кигеннің намысы бірдей ме? Ұлдар жағы өздерінің сабырлы ұстап отыр. Әкелерінің қылдығын сұмдықтай қабылдап, белсенділік танытқан осындағы мұғалім қыздар, өмір бойы педагогикамен суарылған ағартушы мұғалімдер, тақ бір педсоветте отырғандай алма кезек сөз алып әкелерін біраз жерге апарып тастады. Ақсақалдың бұл қылығы шектен шыққандық, отбасының абыройын ойламағандық. Осыдан кейін ел бетіне қалай қараймыз десті. Мұндағы бізді қойшы, ертең біреулер әкелері моральдік жағынан азғындаған деп, жоғары қызметке жүрген ағалардың үстінен арыз жазама деп қорқам деп, аудандық оқу бөлімі басқаратын үлкен қыздардың бірі. Мына сөзді естігенде бәрінің де қабақтары түсіп жабырқап қалды. Кенже ұл кішкентай кезінен қылжақпас еркелеу болатын. Оның әкесіне жаны ашып кетті-ау деймін. Осы сендер қызықсыздар, деді апайларына қарап. Жұрттың әкелері шөккен түйеге міне алмай, отбасында омалып отырғанда, біздің әкеміз қызбен қыдырып жүр. Оған бола қорланғанша мақтанбайсыңдар ма қайта, деген отырғандарды еріксіз күлдіріп. Саған ойын керек-ау деп, мектеп мүдірі болып жүрген апайы оны тыйып тастады. Бұл сасқынбай тұрғанда тыйым болмаса болмайды. Келесі жол орталықтағы ағаларды да шақырайық. Бәріміз ортаға алып, әкейдің тәртібін мықтап тұрып талқылауымыз керек. Қыздардың сөз ішіне симады мекен, осы тұста манадан бері үнсіз отырған Күмісай тамағын кенеп қозғалақтады. Әй, қойыңдар түге, үндемегенге өршіп барасыңдар ғой өздерің. Болымсыз шаруаға бола алыстағы балаларды алаң етпексіңдер ме, деді ол, ренжи тіл қатып. Содан соң әкелерінің ісін талқылайтындай, сендер кімсіңдер соншалық? Ұят намыс деген бар ма сендерде? Мұндайды күтпеген мұғалім қыздар аналарына қарап бақырайды да қалды. Тек әлден уақытта, міне қызық, біз сіздің намысыңызды қорғап отырсақ, сонда не істеуіміз керек?
Әкемізді тәртіпке шақырмай, сол беті қоя беруіміз керек пе десті, жамырай тіл қатып. Түк те істемейсіңдер. Тек әкелеріңді ел көзіне түсетін артық жүрістен құтқару керек деді Күмісай. Ол үшін ана сиырбазындағы Қырмызы деген келіншекті осы қораға көшіріп алсаңдар болғаны. Ол өзі жұмыссыз жүрген көрінеді. Әрі үй қызметшісі ретінде бізден жалақы алып тұрсын. Мама, сіз өзіңіз не айтып тұрғаныңызды білесіз бе деді. Аудандық оқу бөлімінің бастығы анасына шошына тіл қатып. Білем деді Күмісай мырс-мырс күліп. Тәйірі, қос қатын алған қазақты жаңа көріп жүр дейсің бе? Қос қатын алу сұмдық болса, орысша тәрбиеленген сендерге сұмдық. Әйтпесе бұл қазақтың 1000 жылдық салт емес пе? Қыздар үнсіз қалды. Осы тұста аудандық сотта тергеуші болып жүрген ортаншы ұлдарының бір сөзге араласты. Мама, сіз сонда әкемізге ешқандай кінә артпайсыз ба? Оған не кінә қоям? Кінә әкелеріңде емес, мына менде деді Күмісай, отырғандарды тағы да таң қалдырып. Көп бала табам деп, мына мен ерте қартайдым. Жұбайлық міндетімді ақырына дейін атқара алмадым. Ал тұғырдан таймаған еркек мұндайда қатын алмағанда не істейді? Ақыры бәрі де Күмісайдың сөзіне тоқтаған. Арада бір апта өткенде Қырмызы Бабағұмардың қорасына көшіп түсті. Бұрын ұлдардың бір отырған 3 бөлмелі ота үй бос тұрған. Қызымен екеуі соған кіріп алды. Ешқандай сөкеттігі жоқ. Жұмыссыз жүрген келіншек үй шаруасының жалданған кісісі болып есептелді. Екі әйел артық сөзге бармай өзара іштей ұғысқан. Осының бәрін реттеген Күмісай бәйбіше екенін білгенде Қырмызының төбесі көкке жеткендей болды. Мұндай адамның жолында құл болу аз, құрбан болып кетсең болмас па? Сен енді осы шаңырақтың бір мүшесісің деген Күмісай келесі күні-ақ Қырмызыны қасына шақырып, бүгіннен бастап малға да, жанға да сен өзің ие боласың. Ал маған өле-өлгенше тік тұрып қызмет етесің. Ұғып тұрсың ба? Әміріңізге құлдық қаным, бәрі де сіз айтқандай болады деді. Қырмызы басы жерге жеткенше иіліп, бұрынғыдай алысқа сабылмай, іздегенін өз қорасынан тапқан Бабағұмар да бәйбішесіне дән риза. Жаңа жағдайға балаларды көндіге бастаған, қалыпты тіршілік өз ырғағымен өтіп жатқан. Ойбай бәке, масқара болдық деді. Қырмызы бір күні екеуі төсекте жатқанда, мен сірә жүкті болып қалған сияқтымын. Оның не масқарасы бар? Сүйінші сұрамайсың ба қайта? Ятай, ел жұртқа не бетімді айтам? Не сұят? Баланың әкесі қасында отырса. Балаға фамилияңызды бересіз ғой деді. Қырмызы сәл ойланып қалып. Әлбетте, ұл туса атын Жетпісбай қоямыз. Қазір Қырмызының іші білініп қалды. Алда шілдехана, көптен көрінбей кеткен Жетпісбай келе жатыр жарық дүниеге. Апырай, қайдағы бір қатып қалған қасан қағидаларды ұстанамыз деп өмірге келетін қанша перзенттің жолын кестік десейші. Бауы берік болсын. Жарық дүниеге талпынған Жетпісбайдың. Әңгіменің соңы.